8-ші Генрих Тюдорды білесің бе? Ал сен оның 6 әйелі болған білесің бе? Екеуін өзі өлтірткен, біреу үшін жаңа дін қабылдаған Генрих 8 тарихтағы ең қызықты адамдардың бірі десем артық айтпаймын. Оның бірінші әйелімен 20 жыл өмір сүреді, бірақ та ажырасуына себеп болған ол ұл баласы дүниеге келмейді. Сондықтан Генрих Рим папасынан ажырасуға рұқсат сұрайды, ал Рим папасы ажырасуға рұқсат бермейді. Осы кезде Генрих жарайды, онда мен өз шіркеуімді өзім ашамын деп супрематия актісін қабылдаған болатын. Ал екінші әйелі, ол әрине бәріміз білетін Анна Болейн. Осы әйел үшін ол бәрін жасайды, бірақ та тағы бір себеп ажырасуға, ол ұл баласының болмауы. Сөйтіп Генрих ұл баласын туып бермегенге ренжиді. Кейіннен Генрих опасыздық жасайды, сөйтіп екінші әйелін өлім жазасына кеседі. Ал үшінші әйелі арқылы көптен күткен ұл баласы дүниеге келеді, бірақ үшінші әйелі 12 күннен кейін қайтыс болады. Бірақ та тарих бойынша деректер бар, тарихта үшінші әйелін өте қатты жақсы көрген деп айтады. Төртінші әйел туралы айтатын болсақ, төртінші әйел тек ол портретіне қарап ғашық болған екен, бірақ кездескен кезінде ұнамай қалған, сол себепті ажырасуға тура келген. Ал бесінші әйелі ол 17 жаста болған, ең жас кіші әйел болған екен, өзі 49-да болып 17 жасар қызға үйленген. 2 жылдан кейін тағы бесінші әйелінде өлім жазасына кеседі. Ал алтыншы әйелі ол өте ақылды болған, тыныш сақ жүріп, соның арқасында тірі қалған екен. Генрихтен де ұзақ өмір сүрген деп айтады алтыншы әйелі. Міне осындай адам тарихта болған. Егер Тюдорлар туралы тағы қызықты ақпараттар керек болса, онда комментарийге Тюдор сөзін жазуды ұмытпа.